Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Бүгін сіздермен біз әдебиеттік оқу пәні 3-ші сынып сабақтың тақырыбы адамдық борышын Шәкәрім Құдайбердіұлы. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сен өлеңге сүйене отырып жақсы және жаман әдеттерден ажыратасың. Бейнероликтің көмегімен адалдық пен парасаттылық ұғымының мәнін ашасың. Өз біліміңді тест арқылы сынайсың. Бүгінгі күніне, яғни бүгінгі сабаққа саған сәттілік. Адамдық борышын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы балалар. Қазір біз сендермен өткен сабақты еске түсірсек. Борыш сөзінің мағынасы қандай еді? Кімнің есінде? Борыш сөзі парыз, міндет деген ұғымды білдіреді. Жарайсыңдар балалар. Енді біз сендермен бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Үлгі бойынша сөйлеуге жаттық. Борышым сөзін парызым, міндетім деп айтып көр. Ата-ана қадірлеу менің борышым. Ата-ана қадірлеу менің парызым. Отан қорғау менің борышым. Отан қорғау менің міндетім. Жарайсыңдар балалар. Біз сендермен дұрыс жауап беріппіз. Енді келесі кезекте екінші тапсырма. Бүгінгі сабақтың басы болып жатқан өлеңімізді оқиық. Адамдық борышын. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Адамдық борышын. Халқына еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл-тұл деп Шәкәрім атамыз бізге осындай өсиет қалдырып кеткен екен. Бұл өлеңде тұл сөзі, яғни бізге көмекші ретінде тұл сөзін бұл жерде жеміссіз, өнерсіз деген мағына білдірген екен. Көмекшімізге рахмет, бізге көмек көрсетті. Енді балалар, біз сендермен 3-ші тапсырма орындайық. 3-ші тапсырмада өлеңге сүйеніп кестені толтыру керекпіз. Кестені көріп тұрсаңыздар, кесте 2-ге бөлінген. Бірінші жағында жақсы деген немене, екінші жағында жаман деген немене. Осыған біз сіздермен мысал келтіру керекпіз. Бірінші мысал арсақтау, екінші мысал өнерсіз. Сіздерде ойлануға уақыт бар. Енді біз сендермен дұрыс жауапты талқылайық. Жақсы дегеніміз ол арсақтау, халыққа еңбек ету, талаптану, білім іздеу. Балалар, енді біз сендермен осы өлең сөздерінің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлымен жақынырақ танысайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы ойшыл, ақын. 1858 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. Ол өз бетінше оқып, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгереді. Шәкәрімнің әдеби мұралары қазақ әдебиеті үшін асыл қазына болып есептеледі. Балалар, енді біз сіздермен ойшыл ақын туралы видеоролик көреміз. Шәкәрім 7 жасында әкесі қайтыс болып жетім қалды. Атасы Құнанбай оны өз тәрбиесін алып, еркелетіп өсірді. Ақылды бала есейе келе ағасы Абайдың қамқорлығында болады. Оны үлгі тұтып, өнегелі шәкіртіне айналады. Абай оның өлеңге деген бейімін ашады. Ол жастайынан әншілік, сазгерлік, суретшілік қабілеттерінен бөлек ағаштан саз аспаптарын жасайтын болған.
Шәкәрім өз бетінше ізденіп, заманындағы білімділердің қатарына қосылды. Ол араб, парсы, орыс тілдерін меңгеріп, шығыс және орыс классиктерінің шығармаларын қазақ оқырманына таныстырды. Жазушы Лев Толстойды ұстаз санап, ақыл кеңес сұрап, хат жазысып тұрған. Шәкәрім 20 жасында, одан кейін де өмірінің басқа кезеңдерінде Шыңғыс елінде болыстыққа сайланады. Ол жаста болса халықтың ауызбіршілігін нығайтып, өлкенің тіршілігін жақсы жолға қойды. Қазақ даласында белең алған барымташылықты тыйды. Шәкәрім билікті мансап емес, халық үшін қызмет етуге мүмкіндік деп түсінді. Бірақ ол саясаттан гөрі білім жолын қуғанды жөн көрді. Орыстың императорлық географиялық қоғамына мүше болғаннан кейін көптен күткен арманына қол жеткізді. Ол Меккеге қажылық сапарға аттанады. 1 жылға созылған ұзақ сапар барысында Стамбулдың және Париждің кітапханаларынан алынған мұрағаттармен жұмыс істеді. Қазақ халқының тарихына байланысты жинаған мағлұматтары негізінде түркі, қырғыз, қазақ хандар шежіресі кітабын жазды. Патша үкіметі құлағаннан кейін Шәкәрім Алаш қозғалысына қатысады. Бірақ көп ұзамай ол қоғамдық саяси істен бас тартып, елден жырақ өмір сүреді. Ол Шыңғыстаудағы Шақпақ деп аталатын қыстауда қоражай салып, тек қана оқу, жазу жұмысымен айналысты. Сол жерде ар, ұят, адамгершілік сынды ар ілімін философиялық логикада тұңғыш рет қарастырған дүние танымдық туындылары дүниеге келді. Шәкәрім қайшылыққа толы қоғамда өмір сүрсе де, қазақ философиясына жаңа тұжырым жасаған ойшыл ретінде тарихта қалды. Оның өлеңдері, аударма, мақала, очерктері сол кезеңдегі баспасөз құралдарында жиі жарияланып, қазақ әдебиетінің классикасына айналған поэмалары кітап болып жарыққа шықты. Шәкәрімнің дарынының бір қыры ол сазгерлік. Оның дәстүрлі халық әндері үлгісінен мүлдем өзгеше, иірімдері күрделі, мағынасы терең әндерін алғаш рет голландық Альвин бен Бойас нотаға түсірді. Қазақ халқының ән күйін қағазға түсірген Затаевичтің жинағына да Шәкәрімнің әні қосылған. Сондай-ақ Шәкәрімнің саятшылыққа деген қызығушылығы орыс этнографы Филистроптың зерттеуіне арқау болып, ақынның мұзбалақ бүркітімен түскен суреті құнды жәдігерге айналды. Шәкәрімнің ғұмыры қайғылы жағдайда үзілді. Оған жалған айып тағылып, жазықсыз құрбанға айналады. Көп жылдар бойы оның есімі аталмай, туындылары ел арасына таралмаса да, ол халық жадынан ешқашан өшкен емес. Шәкәрімнің аты толық ақталғаннан кейін, оның мерейтойы мемлекеттік деңгейде аталып өтті. Семейдегі жоғарғы оқу орнына аты беріліп, соның есімімен аталатын 2 журнал жарық көріп келеді. Қазіргі уақытта шәкәрімтану орталықтары оның еңбектерін терең зерттеумен айналысып, шығармалары бірнеше шет тілдеріне аударылды. Ғұламаның ұрпаққа қалдырған мол мұрасы әдебиет, тарих, философия салаларында ең құнды еңбек болып бағаланады. Балалар, енді біз ақынның бізге қалдырып кеткен өсиеті жайлы сөйлесейік. Бұл өсиет былай делінген екен: мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Енді балалар, біз сендермен адалдық туралы мультфильм көреміз. Осы көрген мультфильмді кейін талқылаймыз. Мұқият қара. Ассалаумағалейкум. Менің құрметті, ертегіні жақсы көретін көрермендерім. Ертегіні жақсы көретін, соны сағынып жүретін, естігісі келетін, тыңдағысы келетін менің кішкентай ертегіші балапандарым. Өздеріңе бүгін бір әдемі ертегі дайындадым. Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Менің кішкентай, ақылды құлыншақтарым. Солай ма? Ай, айналайын. Ал кәнекей жайғасып отырыңдар.
Отырдыңдар ма? Жайлы ма? Ал ендеше ертек тыңдаймыз. Бүгінгі ертегімізді бастадық. Баяғы өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өз тауып ата-анасына көмектессін деген оймен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағында үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екен медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: «Кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді». Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болу тиіс деп жиі қайталайды екен. Міне балалар, бүгінгі ертегі осы. Сендерге ұнады ма? Тағы да келесіңдер ма? Ой, бәрекелді. Міне, келесі жолы бұдан да қызық ертегі болады. Тыңдаймыз ба? Амандықта жүздескенше барлықтарыңа Алланың сәлемі болсын. Балалар, қазір енді біз сендермен тапсырма орындаймыз. Экранға шығып жатқан сұрақтарға жауап беру арқылы өздерінің жауаптарында жасанды интеллектке жазу арқылы біз сендермен иллюстрация, яғни бейімдеу жасаймыз. Осы сендерге экранда көрініп тұрған сұрақтардың жауаптарын чат, GPT, Gemini, Canva, секілді әртүрлі жасанды интеллекттерге жазып, жауаптарыңызды жазып, және де иллюстрация, яғни бейімдеу, қандай картинка шығады, соны көрсеңіздер. Бұл жерде сіздерге қойылатын сұрақ: мультфильм сіздің өміріңіздің қандай әсер беруі мүмкін? Адам болудың қандай қасиеттерін байқадыңыздар? Бұл мультфильм сізге қандай әсер қалдырды? Бұл мультфильмнің қай бөлігі сізге қатты ұнады? Мультфильмнің тәрбиелік жақтары жайлы айта кетсеңіз, осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз сіздермен қазір иллюстрация, бейімдеу жасайтын боламыз. Сұрақтардың жауабын нық және толық қалып жазсаңыздар, себебі жасанды интеллект сізбен бізді түсінбей қалуы мүмкін. Және де шыққан, дайын болған картинканы комментарийге тастай кетсеңіздер. Сіздерге алдын ала рахмет. Балалар, егер біз сендер сұрақтар қойып аяқтасаңдар, және де осы ерекше сұрақтарға жауап беріп аяқтасаңдар, онда біз сіздермен
осы тапсырманы қорытындылайық. Бұл тапсырма бізге ойлау қабілетімізді арттыру үшін, жаңа технологияларды пайдалану, үйрену үшін және де адамзаттың көмекшісі жасанды интеллектті басқа жаңа деңгейлерде пайдалану үшін көмек көрсетеді. Балалар, осымен осы тапсырма аяқталды. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Сіздерде барлығы орындалды деген ойдамын. Ал біздің келесі тапсырма бүгінгі алған білімімізді тексерейік. Бүгін қазір сіздерге мен тест берем. Тест 3 жауаптан тұрады. Яғни кім жылдам ойын арқылы ойнайтын боламыз. Ойын барысында сіздерге экранға сұрақтар шығады. Сол сұрақтарға жауап беру керекпіз. Бірінші сұрақ. Борыш сөзінің мағынасы қандай? Яғни біз сіздермен осы сұраққа жауап беру керекпіз. Сіз бен біздің 3 жауап нұсқасы бар екен. Біріншісі А нұсқасы ақыл, Б нұсқасы парыз, С нұсқасы адалдық. Сабақтың басын есімізге түсіріп, борыш сөзі қандай мағына білдіретінін есімізге түсіріп, сіздермен біз дұрыс шешімді қабылдаймыз. Оқушылар, егер сіздер ойланып аяқтасаңыздар, қай жауап дұрыс, соны көрсетсеңіздер. Әрине, бұл сұрақта бізде сіздермен парыз сөзі дұрыс. Борыш сөзінің мағынасы парыз. Сабақтың басында айтып кеткендей, парыз және борыш сөздері бір-біріне синоним болады. Келесі сұрақ. Шәкәрім Құдайбердіұлы қай жылы туылды? Бейнероликтен көрген мәліметті есімізге түсіріп, қай жылы туылғанын белгілейміз. А варианты 1868, В 1931, С 1858. Дұрыс жауабы С нұсқасы. Жақсы қылықты таңда. Осы берілген 3 қылықтың ішінде жақсы қылықты таңдау керексіздер. Сіздерде ойлануға уақыт бар. Әрине, талаптану дұрыс жауап. Енді біз сендермен жаман қылықты таңдау керекпіз. А. Өнерсіз білім үйрену. Б. Талаптану арсақтау. С. Өнерсіз білімсіз. Әрине, дұрыс жауабы С. Жаман қылық ол өнерсіз және білімсіз. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Нақыл сөзінің авторы кім? Балалар, біз сендермен бүгін қай ақын жайлы өттік, қай ойшыл жайлы өттік, соны есімізге түсіріп, бұл сұраққа дұрыс жауап бересіздер деген ойдамын. Әрине, бұл Шәкәрім Құдайбердіұлы. Балалар, жарайсыңдар. Сендер берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазір сіздерге экран алдында сіздер жауап берген 6 сұрақтың қанша балл алу, яғни өз-өзіңізді бағалауға арналған кесте шығады. Егер сіз 2 сұраққа дұрыс жауап бересеңіз, онда сізде 4 балл. Егер сіз 3 сұраққа жауап берсеңіз, онда сізде 6 балл. Егер сіз 4 сұраққа жауап берсеңіз, онда сізде 8 балл. Егер сіздер 5 сұраққа жауап берсеңіздер, онда сізде 10 балл. Құрметті оқушылар, әркім өз-өзін бағалап, самоанализ, яғни өзін-өзі бағалау анализін жасап, бүгінгі сабақты аяқтауға рұқсат етіңіздер. Егер біз өз-өзімізді бағалап болсақ, кім қандай баға алған жайлы ақылдассақ, онда біз сіздермен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Құрметті оқушылар, бізбен бірге бүгінгі сабақты өткізген үшін сіздерге назарларыңызға мұнда бір рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Балалар, тіркеліп
лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.